Hey, assalomualaikum do'stlar. Sizlar bugun bu men Nurjan. Bugun bizlardagi Minecraft'tan Skyblock o'ynayotgan bo'lamiz. Endi bizlarda degan novidan server birinchi rет boshlab turibman. No, naylab min qo'ygan yo'q planetda. Bizda sandiq bergan, a yoqda bir aral turani ko'rib tursangiz. Eng yoqda bir aral, yoqda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun. 9 ғаламшар жақтағы сандықта бізде деген кирка бар, ведро. Достар, шынымды айтайын, мыналардың бәрін мен біреуін де алған жоқпын. Сіздерге шындығым осы үшін. Өйстіп тірлікті спавн етті, өйстіп дәл сол күйі видео басып кеттім. Енді біздер деген ең бірінші тас жинап алайық. Тас керек қой. Так, осылай мынаны алайық. Өзіңіз сәл тәуір толу керек ше, кедергі жасамас үшін. Кедергі болғанда кедергі жасамайды енді. Сонда нелер не қарайса созамыз оған. И біз не істейміз вообще. Немізді жәндегі бесконечный механизмімізді осы жаққа істейміз. Тоқтаңыздар достар. Мен бірдеңе ұмытып кетіппін, как тұрыңыздар. Менде деген болды ғой да. Дауысы бақырып кетуі де мүмкін да, сіздерде ше. Менің дауысым естілмей мешет етіп. Мен ағым блогым бәрі жанып кетіп отыр ғой. Так, мына үстіне блок табылсақ. Неге бізде деген осындай бір видео болмақ. Достар, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Мен деген алдыңғы бөлімдерде Майнкрафттан 1.1.5 серверін ойнайтын едім ғой. Но қазір сервер ауысты, достар, новиға. Қазір менде деген 1.19 полный версиясы. Мен алдында ойнайтыным 1.1 дейтін бір какой-то бір басқаша бір сервер ол. Не в общем, сервер деп айтуға да болмайды оны да ше. Қалай айтсам болады сіздерге. Осы маңдай ғой. Вообще жоқ неде Майнкрафт шығармаған бір адамдар құрастырып шығарған сервер ол. Ал мынада полный версия Майнкрафттың андроидқа жазылатын түрі. Біздер деген бірінші бөлім шлек қызық болмайтын жәрі, сәл дамыған екен қызық болады орта жақтарда. Оның үшін біздер бірінші бөлімде әбден жағдай жасап алу керек болып тұр маған. Ендігі бөлімдер дайындап ше бірденен бастап кету керек болып тұр выживание. Біз деген осы жерге жағдайымыз жасап бастай берейік, ондай болса. Ештен кеш жақсы дейді ғой. Так, осылай. И біздер деген осылайынан қойшайық. И все. Достар, бізде деген қазір бесконечный генератор істейміз осындай. Генератор болған. Генерация ғой. Комментария жаза кетіңіздер. Так, бізге 6 блок керек болады, жетеу ма? Ала берейік берілгенше. Бесеу кеп көттен абырамыз. 6 жетеу, все. Мынақа осымға суды құямыз. Осы жерге тоқтай тұр. Қате. Міне суны іздесіп тұру керек, дұрыс па? Енді дұрыс болды. Ё-моё, затым болып кетті. Осы жерде су тұрса, тағы да 3 блок керек па маған? Біреу, екеу. Ё-моё, жанып кетті тағы. Үшеу, все. Осы бізде бұлай тұру керек қой. Міне осылай емес пе, да? Мен ойымша дұрыс сияқты. Енді бізде деген бұл жерде қателік кетсе,
Ары қарай таспен емес, былай құр өзін выживание жасаймыз. Шумасы айту керек. Қателіксіз істеу керек достар, біздерге деген. Мұқият болу керек. Генератор жасадыңыз, бізде басқа лава жоқ екен. О, болды. Идеально, ойдағыдай шықты. Ең алғашқы біздің лужниктарымыз алып отқан. Так, 3, 4, 5 и 6. Все. Біз мына жердің құмын абалайға өзімізге керек болады. Ол үшін біздерге мына жерді сындыру керек. Мынаны сындыру қажет. Барлығын сындыру қажет. Құмдарды құлатуым керек маған. Қазір достар 1 минут күте тұрыңыздаршы. Видеоны кішкене бөліп жібергенім үшін кешірім сұраймын. Просто мен қазір дауысым естілмей қалуы мүмкін сіздерге ше, мынаның бәрін азайтыңыз. Блоктың дауысын, игрок, погода. Қалғандар тұра берсін, да? Мына тұра берсінші болды. Нормально естіліп тұр деген ойдамын сіздерге. Если бұл видеода кеткен қателіктерді келесі видеода дұрыстауға тырысамын. Бізде деген нерде что-то басқа болып шығып кетті ғой. Так, мынаның бәрін сындыру керек бізге. Қайтып кетпеу керек қошым. И жерге қалып кетпеу керек. Ё-моё, тоқтап тұрыңыздар. Аналарды азайту керек маған срочно. Срочно азайту қажет мынаның барлығын. Аз. И енді көрейікші. Все, енді нормально. Маған мына сандық сындырып алу керек еді аккуратно ше. Бірінші ішіндегі заттарын бәрін алып алайын. И бізге мына сандық сындырып алу қажет. И верстакты да обязательно керек, верстак. Верстаксыз болмайды ғой, верстак қоймаңыз. Сындырайық. Жерде. Біреуін құлатып алмау керек маған. Вообще ешқайсысын құлатпай жатқан негізі. Бірақ мен көбі құлап кетті. Қараңыздаршы, ары қарай ұшып кетіп жатыр просто. Алмай қалдым соң кезде. Көрдіңіздер ме, ары қарай құлап отыр ғой. Ең жерде бізде кішігірім бір баг болып жатыр, баг. Қарасаңыздаршы, не баг мынау? Баг болып қалды. О, идеально алынды ана екеуі. Енді мыналарды алу керек. 60 құм алып шықтық. Мына жерде негізі басында қарасаң 60 құм шықпайды. Бір 40-тан қайтатын сияқты. Мына қараңыздаршы, уже 63 и 64. Нормально. Маған енді былай қараймын мен қажет. Осылай. Потом осылай. Астында жасайық, жетеміз. Осылай. Ведроктың бетін жауып тастайық. Так, осылай мен сәл тас жинап алайын достар. И ары қарай видеомды жалғастырамын. Достар, мен тас жинап алайын деп қойдым, бірақ менің тасым көп екен ғой. Енді о жағын қарамаппын. Енді біздер істей берейік ары қарай. Так, бізде деген осындай бір лужникті плитаға айналдырып алуымыз қажет. Өзі бізде эконом болады. Осылайынан жақсылау, в общем.
Бізде өйткені булыжник аз, сол себепті экономдау қажет. Осылай, все. Бізде бірінші бөлім достар, осымен бірінші бөліміміз аяқталды деген ойдамын. Өйткені біршама тірлік істеп тастадық деп ойлаймын. Ана тексіп, мына сандықты алып, үшін. Все достар, келесі бөлімдерде ана аралдарға барамыз. Осы видео ұнаса лайктарыңызды басып, комментария жаза кетіңіздер. Ал енді қош болыңыздар, давай.